Бәріңе сәлем достар, сіздермен Аңғарамыз бағдарламасы және де оның жүргізушісі мен Қаңғыбас Тони және де Қаңғыбас Айдар оператор. Міне бүгін достар Таиланд мемлекетіне келіп жатыр, Суворнабхуми аэропорты, Бангкок қаласы. Біз осы бағдарламада максимально экономный демалыс түрін көрсетеміз. Қай жерде не алу керек, қалай өту керек, визаны қалай аласыз, қайда төлейсіз, не керек оған, нені заранее дайындау керек деген сияқты. Самолетте не алып өтуге болады, онда бәрін көрсетеміз болашақта. Уважаемые дамы и господа, добро пожаловать в город Бангкок, международный аэропорт Суворнабхуми. Бангкок қаласынан Паттайя қаласына барып жатыр. Біздің досымыз мистер Виват деген Таиландтың жүргізушісі таксимен бара жатыр. Сосын бір момент жаңағы Бангкоктың затта болсаңыз, аэропортта болсаңыз, обязательно таксиді өздеріне барып сұраңыз қанша тұратынында. Себебі билет алатын жерлерде завышать ете береді бағасын. Біз мысалға мында қазір билетті 1500 бат алдық. Яғни бізде ол дейтін 15 мың теңге болады. 15 мың теңге енді жалпы барсақ бізге жаңа 18 мың теңге, 19 мың теңге деп бағаларын завышать етті. 3-4 таксиден барып сұрастырып, данный қанша болады деген сияқты примерно максимальный минимальный түсіріп қарасаңыз болады, саудаласып. Кейбір такси билетсіз даже өзіне кішкене теңгесін ұстап түсіріп ұсынып көрсеңіз, олар өздері кеткен. Так, содан кейін не момент бар тағы бізде. Примерно расстояние жалпы 1 сағат жарымдай болады где-то. 2 сағат плюспен алғанда, плюс пробкемен алғанда 1-2 сағаттай да жетуге болады. Автобустар бар екен. Автобус адам басына дейтін 1500 теңгеден, яғни точно айтатын болсақ 1200 теңге. Бірақ ол уақытымен жүреді. Бізге мысалы автобус тиімді болған жоқ, себебі біз дейтін еще тағы да 1 сағат күту керек болды. Бізде уже гостиницаның уақыты жақындап қалғаннан кейін бізге уже срочно жету керек болды. Автобус жалпы 3 сағаттан астам жүреді екен Паттайяға, Бангкоктан. Солай микроавтобустар алу үшін бөлек жерге бару керек екен. Жалпы бар микроавтобустар, олар примерно тоже бір 400 баттай ма сондай деп тұрды адам басына. Ол примерно такси ұқсас, бірақ оған жету үшін тоже басқа автовокзалдарға бару керек болды, алыстау. Яғни оған жетем дегенше такси аласыз, соның бәрімен ақша по-любому таксидің ішіне шығып. Мінекей достар, гостиницаға да келіп жеттік, яғни гостиница болғанда апартаментке келіп жеттік. Апартаменттің жалпы 20 этажда орналасқан. 20 этаж бар. Ең бастысы, кстати, бір момент айтып кетейін, пока кірмес бұрын, ең бастысы Таиландта жүргенде өзіңіздермен ыңғайлы аяқ киім алып алыңыздар. Желательно су көтеретіндей, суға суды аяғы қайып көтересің. Су көтересің. 5 литрді ағыласың. 5 литр баклажкамен жүресің. Сумка алма, аяқ киім алма, аяқ киімге саласың бәрін. Су көтересің. Ең бастысы айтып кеткендей, ыңғайлы аяқ киім болса, мынандай суды кешіп жүре беретіндей, себебі Таиландта жарты күні почти штабнасына жаңбыр жауып тұрады. 2 спальнялық апартамент алдық, примерно бір 6 күнге жобалап есептегенде бір 37 мың теңгеде кетті. Гостиный 3 диван бар, орналасқан гостиный, яғни студийный вариант, сразу кухня, полностью, да, бәрі удобствомен, микроволновкамыз бар, стиралка бар, холодильник бар, телевизор, иллюзиондық и балкон бар. Мұнда өтетін болса, мұнда 2 спальныйдың біреуі орналасқан, 2 спальный. Каждый спальныйда жалпы өзінің душевой бар, ваннасы бар. Ваннасында жаңа айтып кетеді. Свитом дейді ғой. Кайфте свитом да, балкон с видом дейді ғой. Қыздар, достар, отырғандай керемет, тамаша көрініс, таза ауа, закат. Балконнан тек қана теңізге емес, океанға емес, қарап отырғандай островқа не. Ары қарай жүруге болады ма? Ары қарай жүруге болады, мына жер шай ішетін жер, лейтник. Лейтник, айтып қандай кафешке десін, ар жағына кетіп кетіп
обязательно. Жалпы негізінде күн қатты ыссы емес. Бірақ соңға да все-таки үйде кондермен тұрған жақсы. Қатты көтере алмайды. Влажность ба? Влажность бар. Брат, сен неге сумкамен жүрсің? Сол мен де ойлап қойдым. Мұнда екінші Кондер. екінші туалет, ванна, душевой. Как положено. С видом. Спальныға бөлінген, я с видом на ничего. На ничего. Так. И есіктерді кілтеп жүрмін. Иә, мұнда өтетін болса. Осындай нөмір алатын болсаңдар, уборкаға 10 мың теңге алады. Яғни 1000 бат, 1000 баттың курспен примерно есептейтін болсақ, 10-ға көбейтеміз теңгеге. Бір батымыз 10 теңгедей болады. Сосын айтпақшы, тағы достар көрсете кетейін. Примерно жобалап. Бұл жердің тамақтары енді действительно түсініксіз, енді білмеймін, өзіме ұнаған жоқ тамақтары. Өзім қатты морепродукт жақсы көрмейтін болғаннан кейін примерно жұмыртқалар алдым. Жұмыртқа бізде деген 20 бат болады. Неше штук? 10 штугы 20 бат болады. Бір штугы? Бір штугын есептеп көрген жоқпыз енді. 20 теңге ме бір штугы? Примерно солай болып тұр ғой, нан бар. Нанды біз қаншаға алдық екен? Нанның бағасы жазылмаған. Чек бар еді, чек лақтырып тастады, сосын айтпақшы мынандай кофелер бар екен. Кофелер дейтін 120 теңге тұрады бір штуге, теңгеме есептегенде. Мынандай үлкен түрі. Иә, үлкен түрі. Бұларда кішкентай кофе деген жоқ па? Біздікіндей кішкентай емес. Бұлай видке көрінгенде кішкентай көрінген шығар, бірақ бұл плотный. Мынау мысалы мына кофе 14 бат тұрады, яғни 140 теңгеге тұрады. Мына кофе тоже 120 теңге тұрады. Бұның бәрін қай магазиннен алдыңдар? Бұның бәрі 7-Eleven деген мини-маркет бар, содан алдық. Сосын Таиландқа келсеңдер, обязательно сатып алып ішіңіз таза суды. Краннан ішуші болмай, себебі су таза емес. И то бұл сатып алған сулардың да өздері таза болмауы мүмкін. Сондықтан обязательно сатып алып, қымбат су, өзіңізге суды аямаңыз, обязательно қымбат суды алып іше беріңіз. Солай. Сосын не бар бізде айта кететін жөн. Примерно енді гостиницаға келдік, жобалап есептегенде апартаментте айтпақшы, яғни тағы да бір 30 мың теңгедей залог алады. В случае чего енді құдай сақтасын бірдеңе болып қалыватса, енді небір бірдеңелер тоже типа қайтарылмайтын ақша деп айтылады да. Телевизорды айналып тегу. Иә, сол сияқты телевизор айналып тепсеңіз, там Халықтың летниктің столын лақтырып жіберсе 17-ші этаждан. Жалпы негізінде стоит. Біз енді максимально осы бағдарламамызда экономны демалысты көрсетуге тырысамыз. Бірақ шоколатет тұрсың ғой, брат. Шоколатет. 10 шақты күніміз бар, 10 шақты күніміздің ішінде примерно егер возможно болса, ол жағдайда көрсетіп кетерміз. Максимально осы біздің каналымызға подписываться етіңіздер. Бұл тек қана Таиланд емес, бастамасы ғана. Бұйырса ар жағында тағы басқа қалалар, басқа елдерді аралап үнемдеп деген сияқты көбісі қазақша үнемдепті. Қазақша үнем қалай айтады? Экономдық демалыс дейді ғой. Экономдық демалыс, максимально экономдық демалыс көрсетіп. Бірақ өзіңе ештеңе аямай. Иә, жалпы солай болады. Лишь когда наши рамс, как всегда.